Мәдени жаңалыққа қарай ойыссақ. Меркі ауданында белгілі ақын, Қазақстанның құрметті жазушысы Шырын Мамасерікованың 80 жылдық мерейтойына арналған жыр мүшәйрасы өтті. Ақын шығармашылығын насихаттап, жас буынды отансүйгіштікке және әдебиетке баулу әдеби шараның негізгі көздегені. Жыр сайысына ауданның әр өңірінен 7 жас ақын қатысып, 3 кезең бойынша бақ сынады. Бірінші кезеңде ақынның туған жер мен тарихи тұлғаларға арналған өлеңдері оқылды. Екінші бөлім арнау жырларға арналса, үшінші кезеңде ақынның ана жүрегінен туған лирикалық туындылары ұсынылды. Мамасерікова Шырын Бөкейқызының 80 жас мерейтойына арналған жыл мүшәйрасы өтіп жатыр. Енді бұл өлеңі өмірі атты жыл мүшәйрасына қатысып отырған қатысушыларымызға ақ жол тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Кеш барысында Шырын Мамасерікованың айтыскер ақын Өмірбек Қабыловқа арнаған «Жарқылдаған жанаға» атты өлеңі де оқылды. Айтыскердің қызы Әшіркүл Өмірбекова сөз алып, шараны ұйымдастырушыларға алғысын білдіріп, естелік сыйлықтар табыс етті. Бүгін поэзияның, бүгін ақындардың, дүлдүлдердің шығып атқан мереке тойына құтты болсын. Мен осы кісінің алғашқы шыққан кітабын әкемнің қолына әкеліп табыстағанда көрген едім. Сондықтан мен ол кісіні құттықтауға бүгінгі осы іс-шарасына, мүшәйратына келіп қатысуды жөн көріп, сол кісіні құттықтауға келдім. Мүшәйра қорытындысында бас жүлде Медина Есенәліге, бірінші орын Бұлбұл Солтанаеваға, екінші орын Білімжан Сәрсенбай мен Санжар Серікке, ал үшінші орын Медина Ернар, Жанайым Құрманбай және Тамирис Нұржанға берілді. Жыр бәйгесі жастарға шабыт сыйлап, поэзия әлеміне бір қадам жақындатқан рухани кешке айналды. Мерейхан Жәнібекұлы, Майра Үсербай, Еркін Жасыбаев, Айқын ақпарат, Меркі ауданы.